Міне сіздерге бүгін ақ сәулем әнін үйрететін боламын. Бірінші, ешқандай пернені баспаймыз, қағыс төменге. Яғни 0 мен 0. 0 деген ешқандай пернені баспау, қағыс төменге. Бір рет. Сосын қағыс жоғарыға, сосын қайттан төменге. Сонда 3 қағыс ешқандай пернені баспаймыз. Перне деген мына басатын бөлшектер. Сонда былай 3 рет жасаймыз. Сосын екінші пернені басамыз. 1, 2. Мына саусақтың ұшымен басамыз, мына қылдың үстінен. Саусақты дұрыс басу керек, сонда дыбыс жақсы шығады. Жоғарыға екінші перне. Сонда алма кезек қағысы, төмен жоғары, төмен жоғары. Міне, ештеңе баспаймыз бірінші. Төмен, жоғары, төмен. Сосын екінші перне жоғарыға. Сонда барлығы 4 қағыс болды. Міне, қосылған кезде осылай шықты. 4 қағысты қосып тартамыз, біріктіріп. Міне, музыка шықты уже. Енді әрі қарай 3, 2, 0, 2. Үстін баспаймыз, тек қана астын басып жатырық. Үшінші перне 1, 2, 3. Міне, сызықтың алдынан басыңыздар, өйткені ортасынан бассаңыздар дыбыс шықпайды анық. Төмен, сосын екінші перне. Міне, көрініп тұр ғой, 3, міне мына басып отырмын. 3, 2. Санымен айтып отырмын. Санап алсаңыздар, міне таба аласыздар. 3, 2. 3 төменге. Төмен деген қолды жоғарыдан түсіреміз төменге. 3, 2 жоғарыға, сосын 0 төменге, 2 қайттан жоғарыға. Осы 4 қағыс, жаңағыдай алма кезек қағыс қой. 3, 2, 0, 2. Міне 4 қағыс болды. Басынан бастап барлығы 8 қағыс болды, барлығын қосайық. 4. Міне, сосын әрі қарай. Міне, музыка шықты уже. Сөзімен айтатын болсақ, сүйкімді аққу жазып қана. Сосын 5 пен 3-ші перне. Үстінен 5-ші перне. Міне, осылай басасыздар. Тын.